орта мектептің 10-шы сынып оқушысы Баймұратова Аяжан. Абайдың бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткізбекпіз? Соны таба алмай өзімде қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не көңілі албыртқан жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Ғылым бағу? Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам қажет. Білгеніңді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың. Елсіз күнсізде кеземен жайып сал, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйіп. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнінде бір тыныштық жоқ. Осы елде, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, бағудың мәнісін білмеймін. Қай елге қосайын, қай қарекетке қосайын. Оны да ермек қыла алмадым. Ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағазбен қағазияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса жазып алсын, я оқысын. Ал енді кімде-кім керек қылмаса, өз сөзім өзімдікі дедім де осыған байладым.